Баршаға сәлем. Бүгін біз әдемі шаш үлгілерін бет пішініне қарай таңдайтын боламыз. Біріншісі сопақша бет түзілісі, ұзындығы иіннен 2 есе ұзын. Бұларға барлық шаш үлгілері әдемі тұрады. Қысқа шаш үлгілерінен пикси, боб, барлығы өте жарасымды. Егер шашыңыз жұқа болса, ұзындау каре қылып, кішкене бұйыра берсе өте жарасымды болады. Ұзын шашты қалайтын қыздарға каскад, лесинка, ұзын чолкамен, қысқа чолкамен, косой чолкамен барлығы да әдемі тұрады. Келесі домалақ бет пішінді қыздар. Бұл пішіннің ұзындығы мен ені бірдей болады. Бұларға қысқа шаштан боб, ұзын косой чолка, жанынан пробор ашып, құлақтан төмен иекті жабатын шаш үлгілері жарасады. Шаштың ұшын жай ғана бұйралауда әдемі тұрады. Ұзындау шаштарға орташа ұзындықтағы каре, каскад, лесинкаларда әдемі тұрады. Беті ұзындау әдемі көріну үшін макушкаға объем беріледі. Бұлар қалың түзу чолкадан, шаштың ортасынан пробор ашудан және майда бұйрадан аулақ болғаны жөн. Келесі 4 бұрышты бет пішіні. Мұнда бет сүйектері анық көрініп тұрады. Бұларға иекті жауып тұратын немесе иекқа дейінгі шаш үлгілері жарасады. Орташа ұзындықтағы шаштардың барлығы жарасады. Әсіресе асимметриялық чолка беттің квадрат бөлігін жауып, әдемі көрсетеді. Өте қатты қысқа шаш үлгісі және қалың түзу чолка жараспайды. Келесі жүрекше бет пішінді қыздар. Мұнда жоғарғы жақ сүйектері кішкене білініп тұрады. Бұларға иекті жауып тұратын шаш үлгілері жарасады. Ұзын косой чолкалар жарасады және шаштың жанынан пробор ашқаны өте жарасады. Шаштың ұшынан жай ғана локондауды әдемі тұрады. Шеткі пробор мен лесинкада жарасады. Бұларға макушкаға қатты объем қылудың және ұлдардыкіндей қысқа стрижканың қажеті жоқ. Келесі квадрат бет пішінді қыздар. Бұларға құлақты жауып тұратын шаш үлгілері, шеттен пробор және косой чолкалар жарасады. Орташа ұзындықтағы каре, каскад, жеңіл локондарды өте жарасады. Бұлар қысқа түзу каре қидырмағандары жөн. Келесі ромб пішінді қыздар. Бұл бет пішіндегі қыздар, егер қысқа шашты қаласа, жоғарғы жақ сүйектерін жауып тұратындай шаш үлгілерін таңдаса және артына объем берсе өте әдемі тұрады. Кекіл түсіріп жүретіндерге косой ұзын чолкалар әдемі тұрады. Бұларға ұзын шаштарда, орташа ұзындықтағы шаштарда және локондарда өте әдемі тұрады. Бұларға қалың чолка, начос пен шашты артқа тараған, начос пен укладка қылған онша жараспайды. Стрижка таңдағанда шаштың түрін де біліп алу керек. Жұқа ма, қалың ба, әлде бұйра ма? Егер жұқа шаш болса, құлақтан төмен, бірақ мойынды бүтіндей жаппайтын шаш үлгілері жарасады. Филировка істету және бір түрлі түске бояй беруді оны жұқағып көрсетеді. Бұндай шаштар макушканы қысқалау болса, объем болып қалыңдау көрсетеді. Егер шаш қалың түзу болса, ұшын жай ғана тегістеп қиып қойса да, ешқандай укладканы қажет етпей әдемі көрінеді. Егер шаш табиғи бұйра болса, оларға екі жаны ұзындау, арты объем болып тұратын каре немесе иыққа дейінгі шаш үлгілері жарасады.